Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 48-ші сабақ сұраулы сөйлем. Сөйлем түрлерін анықтауды, дерек көздерден мәлімет табуды үйренеміз. 46-ші жаттығу. Самат өзінің қарындасы Еңлікке өлең оқып отыр. Ал Еңлік болса, өлеңдегі сұрақтардың жауабын таба алмай қиналды. Еңлікке көмектесейік. Ол үшін төмендегі өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқып, сұрақтардың жауабын дерек көздерден іздейік дейді. Неге деген өлең екен, оқып көрейік. Бұлттар неге ауады, жаңбыр неге жауады, шағыл неге көшеді, жарық неге өшеді, маса неге шағады, жұлдыз неге ағады, орман неге шулайды, теңіз неге тулайды. Авторы Қадыр Мырза Әли екен, осы өлеңнен сұраулық мағына беріп тұрған сөзді тап дейді. Өлеңде сұраулық мағына беріп тұрған сөз неге екен, яғни өлеңнің тақырыбы неге деген осы сөз сұраулық мағынаны беріп тұр екен. Енді мына өлеңдегі сұрақтарға жауап іздейтін болсақ, былай тапсақ болады. Бұлттар неге ауады? Бұлттар желдің әсерінен ауады, жылжиды, желдің әсерінен. Жаңбыр неге жауады? Жаңбыр жер бетіндегі тіршілікке пайдалы болу үшін, өсімдіктер жақсы өсіп, жер беті тазару үшін жауады. Шағыл неге көшеді? Шағыл құмнан пайда болған құм төбелер желдің әсерімен көшеді. Басқа да сұрақтарға ғаламторда немесе кітаптардан іздеп жауабын білсеңдер болады. 47-ші жаттығу. Мына жайттарды білу үшін сұраулы сөйлемдер құрап жаз. Сабақтың басталатын уақытын, сыныптағы кезекшінің есімін, азаматтың сабақтан кешігу себебін, қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың санын. Сабақ нешеде басталады? Сыныпта бүгін кім кезекші? Азамат, сабақта не себепті кешіктің? Қазақ тілінде неше дауысты дыбыс бар? Мінекей осы жайттарды білу үшін біз осындай сұрақтар қоя алады екенбіз, Осындай сұрақ қою арқылы жайттардың жауабын біліп аламыз. Келесі 48-ші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Ақтерек, көктерек. Ақтерек, көктерек, бізден сізге кім керек? Елгезекте тіл алғыш болса, сондай ұл керек. Ақтерек, көктерек, бізден сізге кім керек? Білімді де тәлімді болса, сондай ұл керек. Өлеңнің жалғасын өзің айтып көр дейді. Ақтерек, көктерек, бізден сізге кім керек? Ақылды да ер жүрек болса, сондай ұл керек деп өзіміз осылай жалғастырып көрсек болады екен, Бұл ойын саған ұнай ма? Ұнаса, үзіліс кезінде немесе дене шынықтыру сабақтарында ойнап көріңдер дейді. Үзіліс кезінде ойнаға болатын тағы қандай ойындарды білесің? Үзіліс кезінде тағы шахмат ойнауға болады, шашки немесе тоғызқұмалақ деген ойынды ойнауға болады екен, Келесі 49-ші жаттығу. Бағанның сол жағындағы көп нүктенің орнына тиісті сұрау мәнді сөйлемдер жаз. Екі бағандағы сөйлемдердің бір-бірінен өзгешелігін дәлелде дейді. Өскенде ұшқыш болғым келеді дегенге біз мынандай сұраулы сөйлем жазсақ болады, Өскенде кім болғың келеді? Өскенде ұшқыш болғым келеді. Ұшқыш болу үшін қандай болу керек? Ұшқыш болу үшін батыл болу керек, бағаның екінші жағында жазылып тұр. Сен не істегенді ұнатасың деген сұрақ қойып, мен сурет салғанды ұнатамын деген жауап алуымызға болады. Әбілхан Қастеев сияқты суретші болғым келеді деген сөйлемге қандай суретші болғың келеді деген сұрау сөйлемді құрасақ болады екен, Келесі 50-ші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап дейді. Мойны сұрақ белгісі. Бұл қандай көл құсы? Ол аққу, Аққуды, көлдің еркесі аққу. Яғни жұмбақ шешуіндегі құсты сипаттап жазып көр дейді. Аққу өте әдемі көл құсы. Оның түсі ақ, аққудың мойны ұзын болады. Қауырсыны үлпілдек, мамық, ақ түсті. Қанаттары ұзын. Аққулар ерекше сезгіш және сақ құс. Көлдің ерке құсы аққу құстары, Осылай жұмбақ шешуіндегі аққу құсы жайлы аққуды өстіп әдемі түрде сипаттап жазсақ болады екен. Сабағымыз осымен аяқталды. Жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қояйық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.